Салтанатты жиналыстың алғашқы пердесін ашқан вальстен кейін сахнаға өңір басшысы шықты. Александр Вербняк аналарға арнап құттықтау сөз сөйледі. Көрметті аналар, апалар, әріптестер, мереке құтты болсын. Құрметті біздің ардақты аналар, ару қыздар, көктемнің алғашқы мерекесі халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сәбидің күлкісін сыйлап, отбасының ұйытқысына айналып, үйдегі жылулық пен мейірімдікті төгетін сіздер, ананың жылы алақанымен әлдейінсіз ешбір бала өсіп жетіле алмас. Қазіргі кезде қоғамның барлық саласына етене араласып, еліміздің даму жолында да өз үлестеріңізді қосудасыздар. Тіпті бір досым айтып еді, ер адамның жетістікке жетудегі жолының 90% әйел адамның арқасы деп. Рас, мен шынымен де осы сөзге қосылам. Абзал жандар, біз сіздерсіз бақытты өмір сүре алмаймыз. Біздің бақытты күлкіміз сіздердің қолдарыңызда. Үйдегі ұсақ тіршілікпен қатар сырттағы шаруаға да етене араласып, еліміздің әл-ауқатының алға ілгерілеуі жолында өзіндік үлестерін қосып жүрген іскер әйелдеріміз қала әкімінің сый құрметіне ие болды. Алдымен Екібастұз қаласының алдында сіңірген еңбек үшін белгісімен Ұлы Отан соғысының ардагері Октябрина Борисова, Гор Электросеть акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрайымы Гүлнар Досжанова марапатталды. Сонымен қатар бір топ әйел азаматшалар әкімнің құрмет грамотасы мен алғыс хаттарына ие болды. Бибігүл Асқарқызы Исаева, Екібастұз қаласының ішкі істер басқармасының ардагерлер кеңесінің төрайымы. Сахнаға көтерілген ауылдар әкімдері ана туралы жыр әнін шырқаса, олардан ішкі істер басқармасы қорғаныс істер жөніндегі біріккен бөлім қызметкерлері де қалыспады. Осылайша көңілдерге нұр, жүректерге жыр сыйлаған әндер шырқалып, өлеңдер өріліп жатты. Мерекелік бас қосудың екінші ресми бөлімінде қалалық мәслихат хатшысы сөз кезегін алды. Қадірлі аналар, құрметті ханымдар, сіздерді бүгінгі күнгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Баршаларыңыздың өмірлеріңіз сәнді, шаңырақтарыңыз құт берекелі, еліміз тыныш, болашағымыз қызықты ғана болсын деп тілеймін. Екібастұз қалалық мәслихаты атынан лайықты деп танылған әйелдер қауымы құрмет грамотасы және алғыс хаттармен марапатталды. Солардың ішінде Гүлнұр Қылышбаева, Анаргүл Дүйсекеева, Тамара Мишакова, Ботагөз Қабдырашева, Айман Қанафиналар болды. Көктемнің шуақты мерекесімен Екібастұздық әйелдер қауымын арнайы құттықтап, қазақ эстрадасының жарық жұлдызы әнші Бүркіт қонақта болып, әннен шашу шашты. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Ассалаумағалейкум, Екібастұз. Сіздерді осы көгілдір көктемнің шуақты мерекесі 8 наурыз әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын сіздерді. Әншінің көмейінен төгілген әсерлі әндер қуаныш иелеріне көңілді күй, сергек сезім сыйлады. Тіпті залда отырған жұртшылық әншімен бірге ән айтып, бірге билеп, сахнаға көтеріліп, жиынның шырайын келтіре түсті. Мерекелік жиналыста сонымен қатар жергілікті әнші бишілерімізде асыл аналарымызға арнап ән мен биден сый тартты. Ал Павлодар қаласынан келген Раиса сән театрының қыздары қазақтың ұлттық киімдерінен көрме ұсынды. Салтанатты жиналыс Бүркіттің туған жер әнімен аяқталды. Жиналғандар нұрлы көктемнің шуағын, жақындап қалған 8 наурыз мейрамының жылы лебін сезініп тарасты. Өшпес сылай ыстық сезім, сағыныштан сынып төзім, буланды көзім. Туған жерім менің, туған ана елім, қаны жүрін сезім. Туған жерім менің.